бір апта бұрын мен қанша сағат оқыдым, қанша сағаттың ішінде қанша параграф оқыдым. Прям эффективно болады. Мен 1,5 сағат, 2 сағат бір демалып аласың да, одан қайтып келіп оқисың. И және де міне А4 қағаз, сен миың айтады, мен лучше әлеуметтік желілерде отырған маған қызығырақ, чем барып сабақ оқығанша. Всем привет! Бүгін мен енді яғни ұбт-ға қалай эффективно, жақсы дайындалу туралы айтқым келеді. Қысқаша айтып кетсем, ұбт-ға мен өзім дайындалдым 11 сыныпта, сөйтіп грантқа 108 балмен түстім. Сондықтан қазір мен айтқым келеді, көбінде өзім қалай дайындалдым, және маған не көмектесті, жақсы, эффективно, дұрыс дайындалуға. Сондықтан кеттік. Ең бірінші бұл мен айтқым келеді, ең маңыздысы негізі өзің дайындалсаң да, қалай дайындалсаң да, то что белгілі бір план болу керек. Наглядно, компьютерда болсын, жазған блокнотқа болсын, қағазға болсын, және одан бөлек сен өзің білуің керек, чтобы сен миыңда каша болмасын, не істеп жатырмын, бүгін не істеймін, ертең не істеймін, осы айда не істеймін деген сияқты. Сондықтан өте маңызды күндік жоспар, апталық жоспар, одан соң айлық жоспар, то есть кішкентайдан үлкенге қарай кетеді. Одан айлықтар бірнеше айлық жоспарға кетеді. Мысалы күндік жоспарға келетін болсақ, яғни бұл жерде бізде азаннан тұрғаннан бастап түнгі ұйқыға кеткенге дейін не істейтінің сағат бойынша жазылып тұрады. Яғни қанша сағат сабақ оқисың, түстен бастап, азаннан бастап сабақ оқисың ба, қай уақытта тамақ ішесің, қай уақытта демаласың, осының бәрі жазылып тұрады. Мен негізі өзім бірінші видеомда негізі нақтырақ сол жерде айтылған графикпен бәрі көрсетіліп, суретпен, яғни. Сондықтан соны қарауға кеңес беремін. Ал одан кейін бізде апталық кетеді. Жұмыс күндері, понедельниктен, яғни дүйсенбіден жұмаға дейін сен может кезек-кезек оқисың. Мысалы, дүйсенбі биология, ертесіне география, одан кейін биология, одан география. Және де суббота-воскресенье күні, то есть демалыс күндері. Мысалы, сенбі күні может сен оқисың только Қазақстан тарихын, немесе мал сауықтылықты оқисың. Былай жазсам болады, немесе әркімге әрқалай. Бір күннің ішінде және биологияны, және географияны оқып. Яғни бірнеше параграф биология, бірнеше параграф география оқисың. Одан кейін даже кешке таман Қазақстан тарихты оқисың. Немесе барлық зейініңді, барлық күшіңді бірақ пәнге арнауы мүмкін. То есть ол әрқалай. Сондықтан өзіңе эксперимент жасап, өзіңе қалай дұрыс болатынын қарау керек. Өзіме, мысалы, бүгін мен биология қатты қараймын, ертесіне география қатты оқимын. Маған солай өзіме тиімді, өзіме ұнайтын болған. Әркімге әрқалай. Ужасно. Барған сайын неге қыста тез батады күн? Жағына күн тұрды, шын айтын, жағына күн тұрды. Айта берем, маған бәрі информация маңызды. Одан кейін бізде айлық. Менде тұратын. Мен оны, к сожалению, кейін бастадым, но оған дейін менде общий дәптер арнағам, общий дәптердің ішінде, мысалы айтайық, қыркүйектің кәдімгі бізде болады ғой, телефонда календардағы сол сияқты кестесін мен қолдан сызып, былай кәдімгідей дүйсенбі, сейсенбі, жексенбі, жұма деген сияқты қылып жаздым. Дүйсенбі биология, и мен домалақ қойып қойдым, чтобы галочка болу үшін. Немесе тек биология қылып сызып қойдым, одан кейін келесі күніне география деп жаздым. Сосын әшейін жазып қойдым, чтобы мен ашқан кезде көру үшін мен ертең не істеймін, или одан 3 күннен кейін не істеймін. Одан кейін мен мысалы бүгін оқыдым биология, мынанша сағат оқыдым, и соны мен жазып қоятын 3,5 сағат оқыдым. И мен қанша параграф оқыдым. Мысалы, параграфтың белгісін көретін, одан 3 параграф деп қойып қоятын. И кішкентай комментариймен жазып қоятын, жақсы болды, бүгін жақсы оқыдым. Немесе ертесіне, бүгін қиын тақырыптар болды, поэтому параграфта аз деген сияқты жазып қойып, чтобы наглядно өзім процесімді білу үшін. Көбінде мен өзім істедім, айдың кестесін құрып, ол ертең не істеймін, мысалы, 3 күннен кейін не істеймін, Қазақстан тарихты қашан оқитынын білу үшін, және одан бөлек ең маңызды бұл жақты процесті көру үшін. Бір апта бұрын мен қанша сағат оқыдым, қанша сағаттың ішінде қанша параграф оқыдым, точнее. Ал мысалы бүгін мен мынанша сағаттың, тура сол сағаттың ішінде одан да көп параграф оқыдым. Яғни сен өзің процесіңді білесің, прогрессіңді точнее. Или наоборот, регресс болып жатқан шығар сенде. Сондықтан сен наглядно білесің, и сен көресің, вот мынандай ойла, мен алдыңғы аптада одан бүгінгі аптаға қарағанда жақсы оқыппын, не өзгерді, нені қайта қалпына келтірем деген сияқты өзің процесін біліп тұрасың. Ол өте маңызды негізі. Себебі ұбт жолы ұзақ, 9 ай, почти 10 ай даже, То есть рекомендую, өзім де солай істедім, что вот күндік, апталық, одан кейін айлық, одан айлар бойынша кетті. Мысалы, көктемдікін мен 3 айын бөлек-бөлек А4 қағазға сызып қойған едім, чтобы наглядно білу үшін. Еще тем более 11 сынып соңына қарай винетка дегендер кетеді, сондықтан оны да мен қойып қоятын. Осы как раз таки осы шкафта тұратын. Яғни план ол всегда приоритет болу керек, ол тұру керек, ол болу керек. Уже свет жоқ. Мен светті бүйтіп қоямын, не істеймін? Және де мен ең маңызды айтқым келеді, осы планды, яғни айлық болсын, күндік болсын,
апталық болсын құрған кезде өтінем ұмытпа демалуды да қосуға. Апталыққа келетін болсақ, сенбі жексенбінің бір күнін түк істемеймін деп қой. Особенно сабақ оқымаймын деп қой. Айлық болсын. Айлықта тұрған кезде не только сабақ жазасыз, одан басқа да нәрселер жазып қоюға болады. Мысалы, мен жаңа айтқан демалу туралы айтқанда, яғни сабақтан бөлек нәрселер жасасаң болады. Жексенбі күнде тұр, план, сендер достарыңмен сөйлесіп қойыңдар, кездесеміз, бір жақ қыдырамыз деп. Сондықтан соны жазып қоясыз. Күндік планға келетін болсақ, күндік планда белгілі бір уақыттан кейін уже демалуды қой. Вот, сабақ оқымаймын, сабақ бітті. Может, сен өзің жақсы көретін сериалыңды көресің, жақсы көретін фильм көресің, может, білмеймін, жақсы көретін хобби, любой нәрсе істейсіз, но только сабақ оқу емес. Мен обычно менде былай болатын. Сағат 10-да ерте бітсем, мен ойлаған параграфтер оңай болды, мен жақсы істедім, тез болды, потому что әр күн әртүрлі болады. Сен план қоясың, белгілі, вот мынанша параграф оқимын, но сен на деле келесің, ол оңай болуы мүмкін, немесе ол параграф, ол тақырыптар қиындау болуы мүмкін, көп уақыт кетіру мүмкін. Сондықтан мен 10-да 11-де бітсем, одан кейін мен қоятын, яғни оқып болған соң сериал көретін. Қызық болса не көргенмін, ол бізде девочки Гилмор оригиналында көретін, ол тоже негізі ол сабақ оқу туралы, одан бөлек әрине оқыдан драма, вот это все. Ешкім сұрамады бұны менен, олатыны. Екіншісі бұл бізде не планировать етуге емес, яғни жаңағы айтқан бізде жоспарлау, планировать ету болса, ал қазір сабақ оқып отырған кезде, яғни вот кітапты ашып істейміз, сабақ оқып отырған кезде, в процессе сабақ оқыған кезде қалай эффективно жақсы оқуға болатын. Ең бірінші бұл бізде study with me деген видеоларды параллельно, яғни сабақ оқып жатып қойып қойды. Ютубқа ашамыз, жазамыз, study with me деп жазсақ, көп видеолар шығады, ютубта көп. Және оның көбісі келеді таймерімен бірге, яғни помодоро эффекті. Неғымен эффект дей берем, помодоро техникасымен бірге келеді. Яғни әртүрлі 25 минут оқып, яғни ол белгілі бір видеоның ішіндегі жасаған адам, яғни сабақ оқиды тоже сенімен бірге 25 минут. Одан кейін демалу уақыт кетеді. Ол 10 минут, 5 минут. Немесе әртүрлісі бар. 40 минут оқу, 10 минут демалу, 5 минут демалу, немесе сол 50 минут оқу деген сияқтылар бар. Сондықтан соны қойып оққан өзіме лично эффективно болды. Потому что, во-первых, біреу оқып жатыр, как будто компания, ал ең маңызды бұл жерде помодоро эффектісі бар, яғни тәсілі. Одан кейін бізде ол то, что ондай видеоларда көбінде спокойно музыка оқып қояды. Сен наушникпен даже кисең өте керемет болады, негізі. Прям кәдімгі сабақтың ішіне былай айтқанда кіріп кетесің. Не знаю, мен өзім лично көп оны қолданатын, әртүрлі видеоларды көп көретін. Прям эффективно болатын. Мен 1,5 сағат, 2 сағат, 2,5 сағат сол видеоны қойып оқидым. Сондықтан өзіме лично қатты көмектеседі. Одан мен айтқым келеді, сурет салудың маңызы. Әрине ол таңдаған жаңағы профильный сабақтарға да байланысты, пәндерге, мысалы кейбір пәндер, яғни математика, есеп шығаратынға қатысты пәндерде бізде қатты сурет салу қажет емес, тек есеп шығару, бірақ кейбір пәндерде суреттер бар. Мысалға алатын болсам биологияға сурет жетеді, салу керек, және оның бәрін білу керек ішіндегі қайсысы екенін. Сондықтан өтінем, суретті сал. И мен айтпаймын, не только вот сурет салуым, Америка аштым, керемет. Яғни бір рет салған иногда жетпейді. Особенно, мысалы, скажем так, бүйрек. Оның ішіндегісін бәрін әрқайсысын атын білу керек. Және кейбір кезде бір рет салған жетпейді. Я имею в виду, тағы да бір рет сал. Тағы да екінші рет сал, басқа қаламен сал, басқа жақпен сал. Қосымша одан бөлек, сурет салудың маңызы мен қайталаудың практика маңызын айтқым келеді. Негізі шешілмейтін, оқуға келмейтін қиын тақырыптар бар, әрине, бірақ сен қолыңнан келмейтін, шешілмейтін, миға кірмейтін дейтін тақырыптар былай айтқан негізі жоқ. Ол көбінде айтқым келеді, қайталап оқысаң, тағы оқысаң, келесі күні оқысаң, жаңағы түсінбей қалған нәрселерді суретпен салып, немесе тағы да конспект қылып жазып, тағы қайталап, басқа әдістерді қолданып жаттауға болады. Әрине қиын, бірақ әртүрлі әдістерді қолданып тек жаттап алуға болады. Негізі ол қолдан келетін нәрсе. Сондықтан бұл жерде ең маңызды практика, или қайталау, күніге дисциплина қажет етеді, күніге жасап берілмеу керек осындай кезде. Қолымнан келмейді, қиын, есепті шығара алмаймын, пәнім менің қиын таңдаған деп ойлағаннан көрі, қайта-қайта оқып, қайталап жазсаң, практикаға салсаң, негізі шешілетін, қолдан келетін іс. Сосын конспектке келетін болсақ, бәріміз білеміз, конспект жазу керек, жақсы, көмектеседі. Мен өзім лично, өзім жеке А4 қағазын, А4 қағазын арнап жазатын. Мысалы, мен бастаған басында үлкен дәптерлерге, общий дәптерлерге жазып, бірақ өзім түсіндім, что маған эффективнее ұнайды, және оңай А4 қағаз бөлек-бөлек қағаздарға жазған.
бөлімі биологияның биотехнология. И көріп тұрғаныздар А4 қағазға жазғанмын. Міне ішінде өзіне керек параграфтар бар, бөлім. И және де міне А4 қағаз, скрепка мен біріктіріп өшіп жазатын. Осының ішіне қарап, ашып, бір қайталап алатын. Сондықтан әркімге әрқалай. Просто мен идея тастағым келді, мен өзім осылай істедім. Мен қазір сабақ оқу барысында демалу туралы айтқым келеді. Помодоро техникасын жақсы не ол, яғни себебі ол белгілі бір уақыт оқисың және белгілі бір уақыт демаласың. Яғни бұл бізде демалу бұл жерде өте маңызды рөл атқарады. Және көп мен байқадым, басқаларда да 30-40 минуттан кейін бізде концентрация, яғни фокус, сабақ оқуға деген мотивация түседі. Өзі енді понятно, негізі ол түсінікті нәрсе, себебі 30 минут бойы оқып жатасың, әрине одан сен шаршай бастайсың. Өте көп мәлімет алып жатасың, ол уақытта. Бізде ми шаршайды. Сондықтан маңызды ол демалыс алу белгілі бір уақыттан кейін. Помидоро техникасы сияқты. Бір демалып аласың да, одан қайтып келіп оқисың. Егер демалмасаң, белгілі бір уақыт кеттік, ал 1 сағат бойы сен оқып жатсың, бірақ шаршағанын сездің, но сен демалмайсың. Ол негізі былай айтқанда минусқа шығасың. Не үшін? Себебі сен, во-первых, уақытты құртып жатсың, ары қарай тағы оқимын деп, потому что сол уақыттың ішінде сен көп информация, көп мәлімет те аламайсың. Себебі сен уже шаршап тұрсың, сен миың шаршап тұр, жаңа информацияны тұтынуға. Негізі дұрысырақ, белгілі бір уақыт, помодоро техникасымен бірге айтайық, 40 минут оқыдың. Одан кейін уже 40 минут соңына қарай байқай бастайсың, шаршайсың, есіней бастайсың. Информацияны уже оқып жатқанның өзінде де, мәліметтерді оқып жаттауға тырысқан өзінде де миыңа кірмейтін сияқты көрінеді. Бір демалып аламыз, 15 минут жатамыз. Және демалған кезде ең маңызды бұл жерде айтады, демалу деген, бірақ айтып жатыр мен демалу деп, бірақ бұл жерде демалу деген сотка қарау емес, Инстаграмға кіру емес. Көбінде может барып жата тұрасың, көбінде барып далаға шығып келесің, или барып жүріп келесің, ары бері. Тек социальный сетке, желілерге кіріп, вообще болмайды негізі. Неге? Себебі біз желілерге кіреміз, ол жақ оңай дофамин, сен кіресің, сен миың айтады, мен лучше әлеуметтік желілерде отырған маған қызығырақ, чем барып сабақ оқығанша дейді. Сондықтан ол өте үлкен потом барьер тұрады сен алдында, мен барып қайтып сабақ оқуға, сен жаңа оқып жатқан орныңа барып оқуға ары қарай жалғастыруға деген мотивация өте төмен болады. Және одан бөлек сен әлеуметтік желілерде оңай дофамин алған соң қайтып зейінмен оқу сабақты қиыныраққа түседі. Сондықтан жүріп келеміз, барамыз, үйдегі жүрген жақындарға барып көмектесеміз, или не знаю, сөйлесеміз, жақындармен далаға барамыз. Етіңді сипала, білмеймін, далаға шығып етін сипалап келетім. Сондықтан бір нәрсе бар, ол бізде менде өзімде көп байқайтын, белгілі бір өте маған қызық болып кетті, белгілі бір тақырыпты оқып жатырмын, параграфты оқып жатырмын. Және де оқып жатырмын, маған ұнап жатыр, мен жақсы мәліметтер алып жатырмын, маған қызық. Бірақ помодоро техникасымен оқып жатқандықтан таймер бітті, оқу таймері, и уже демалу таймері басталды. Түсініп тұрмын, то, что мен шаршаған жоқпын әлі. Мен миым шаршаған жоқ, маған ұнап бара жатыр тақырып, ары қарай оқуым келеді. Және бұндай уақытта я советую лучше, ары қарай оқу бергенім. Тағы да 20 минут оқы. Не себептен бұны айттым? Себебі белгілі бір тұлға, Чиксентмихай термин енгізді, осы явлениені, то, что поток. Яғни сен осы ағынға тап болады, сенің миың ағынға тап болады. Ол дегеніміз, негізі тереңірек білсең болады өзің түсінушін, бірақ яғни сен оқып жатасың, сен қатты кіріп кетесің, сен концентрацияң өте жақсы болады. Миың прям қатты жұмыс істеп тұр, яғни информацияны алуға ол дайын кезең. Осы кезеңде бір прям жақсы оқып жатқан кезде лучше таймер алып кетіп қалмау, ал ары қарай кішкене оқу. Себебі сен егер таймерге алып демалып келуге кетіп қайтып келсең, сен уже ол жағдай, ресурстағы сен миың, ағындағы, ол қайтып оған кіру қиынырақ болады. Белгілі бір уақыт кетеді, қайтып жақсы зейінмен, бүтіп тезірек, оңай оқып жатқаннан қайтып кіру қиынырақ болады. Сондықтан сен өзің білуің керек, қандай кезде демалу, қандай кезде шаршап тұрған жоқсың, өзің жақсы сезінесің, сондай кезде жақсылап оқып алғанда дұрысырақ. Қорытындыға өте үлкен сәттілік тілегім келеді. Қазір ұбт-ға дайындалып жатсам, өте қиын, бірақ өте күшті кезең. Осылай эффективно осы мен айтқанларды қолданып, саған көмектесті деп ойлаймын, көмектесетін болады деп ойлаймын. ұбт жолың сәтті болсын, оңай болсын, хотя ол қиын. Бүгінгі видео саған көмектесті деп ойлаймын. Келесі видеода кездескенше, пока.